Шоқ жаңалық. Айда мен Арген кездесіп жүр. Сәлем оқырман. Арген өзінің аружанынан айырылды, Айда Нұрдәулетпен ажырасты. Екеуі де екі жақын жандарымен екі жаққа кетті. Ендігі екеуі Қытайда жүр. Алдында Айда Инстаграм желісіне Аргенмен кездескенін шығарып тез кетіріп тастаған еді. Не үшін сол екеуі бірге болмаса сурет видеоны жүктеп сала бермей ме? Осы жерде бір гәп бар. Өзі де свиданиеге бара жатырмын деп шығарыпты. Свиданиеге барған Аргеннің қасында кім болды? Бұл сұрақ көпшілікті мазалап тұр. Ол Айдамен қосылды ма, әлде өмірінде басқа біреу пайда болды ма? Бүгін менде свидания, қырғыздағы емес, қазақтағы емес, бір Қытай қызымен. Бұл кездесудің жай ғана достық екеніне сенетіндер бар, бірақ кейбіреулер Аргеннің жаңа қарым-қатынас бастағанын айтып жүр. Себебі оның соңғы уақытта көңіл күйі көтеріңкі, сториздерінде де астарлы жазбалар пайда бола бастады. Иә, бұл шынымен де Айда болуы мүмкін. Себебі Аргеннің қасындағы қыздың түрі анық көрінбесе де, дене қимылы мен стилі Айдаға ұқсайтынын байқағандар бар. Егер бұл рас болса, онда екеуі қайтадан араласып жүр деген сөз. Бірақ неге олар бұл туралы ашық айтпайды? Айданың бұрынғыдай жазбаларын өшіріп тастауы, Аргеннің де бұл тақырыпта ештеңе айтпауы бәрі бір түрлі. Бұл жай ғана жасырын кездесулер ме, әлде басқаларға білдіргісі келмейтін маңызды себептері бар ма? Ал Айданың соңғы постындағы кейде өткенді жіберу, жаңа өмірдің есігін ашу деген сөзі нені білдіреді? Ол Аргенмен қайта қосылғысы келе ме, әлде бәрін артта қалдырды ма? Жақында олардың қарым-қатынасына қатысты жаңа ақпараттар шығып қалуы мүмкін. Оны уақыт көрсетеді.